Жамбыл облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техникер, туристер станциясы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы. Бүгінгі қашықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жас туристке қойылатын спорттық талаптар. Сабағымыздың мақсаты жас туристке қойылатын спорттық талаптарға шолу жасау. Сабағымыздың барысы туризм дегеніміз не? Жас туристің жалпы жан-жақты дене дайындығы. Қозғалыс тәсіліне байланысты арнайы дене дайындығы. Ағзаны жыл мезгіліне, ауа райына дайындап шынықтыру. Туризм дегеніміз не? Туризм адамның бос уақытындағы саяхаты, белсенді демалыстың бір түрі. Туризм халықтың реакциялық қажеттілігін, денсаулығын жақсарту, күш-қуатын қалпына келтірудің ең тиімді жолы. Туризм адамдардың қарым-қатынасын, танымдық қабілетін арттырып, мәдениет пен өнердің дамуына, ел экономикасының өркендеуіне өзіндік үлес қосып, ел мәртебесін әлемге танытуға мүмкіндік туғызады. Жас туристің төмендегідей дайындығы болуы қажет. Бірінші, жалпы жан-жақты дене дайындығы. Екінші, қозғалыс тәсіліне байланысты арнайы дене дайындығы. Үшінші, ағзаны шынықтыру. Салқын ауа райында, күн қызғанда, жоғары ылғалдықта және ауа райының құрғақтығында, оттегінің жетіспеуінде және тағы басқа ауруларға қарсы болуы. Жас туристің жалпы жан-жақты дене дайындығы. Жалпы дене шынықтыру дайындығы арнайы дайындықтың негізі болып табылады. Оны үнемі жоғары деңгейде ұстап тұру қажет. Онсыз туризмнің түрлі техникасын меңгеру мен жетілдіруде табысқа жету мүмкін емес. Жалпы дене дайындығы процесінде негізгі физикалық қасиеттерді жан-жақты дамыту маңызды. Олар күш, төзімділік және шапшаңдық. Арнайы дене тәрбиесі туризмнің белгілі бір түрінің арнайы дағдыларын, техникасын меңгеруді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, дене тәрбиесі процесінде туризмнің осы түрі үшін ерекше маңызды физикалық қасиеттері де дамуы тиіс. Сонымен, турист жаяу жүргінші немесе велосипедші үшін аяқтың күші мен төзімділігі, шаңғышы үшін сонымен қатар қолдың күші қажет. Белсенді қозғалатын әрбір туристке терең және біркелкі тыныс алу әдістерін үйрену қажет. Ағзаның шынығуына оны ерекше жағдайларға ұзақ, біртіндеп және жүйелі түрде бейімдеу арқылы қол жеткізіледі. Шынығу процесі үздіксіз болуы керек. Суық мезгілде, қарда, шатырдың ішінде, жатын қапта ұйықтағанда қолайсыздықтар тудырмас үшін жас турист алдын ала өзін-өзі дайындауы тиіс. Дене дайындығы үздіксіз және жыл бойы жасалуы тиіс. Туристерді дайындаудың ажырамас бөлігі режимді сақтау. Онсыз табысқа жету мүмкін емес. Режимге қойылатын негізгі талаптар демалу мен жұмыс істеудің шебер үйлесімі, гигиена ережелерін орындау, күнделікті таңертеңгі гимнастика және жаттығу кестелерін қатаң сақтау.
тәртібін мүмкіндігінше таңертеңгілік гимнастика, тамақ ішу, жұмыс және демалысты күн сайын бір уақытта өткізілетін етіп жасау керек. Бұл ағзаның жұмысқа қабілеттігін арттырады. Қалыпты ұйқы туристің жүйке жүйесін нығайтады, оны сергек және жігерлетеді. Ал жақсы ұйымдастырылған тамақтану жұмыстан қалжыраған ағзаға күш-қуатын жылдам қалпына келтіруде қамтамасыз етеді. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, жас турист жалпы дене дайындығымен саналы түрде айналысып, күш, төзімділік және шапшаңдықты дамыту арқылы алдағы қиыншылықтар мен ауа райы қолайсыздықтарына дайын болуы шарт. Далалық жағдайда қауіпсіздік техникасын қатаң сақтау арқылы түрлі келеңсіздіктер мен тосын жағдайлардың алдын алуға болады. Келесі сабақта кездескенше сау, саламат болыңдар.